Абай Құнанбайұлы 31-ші қара сөз. Оқыған Дінмұхаммед Құдайберген. Естігенде бір нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде не естігенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдерінен қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, не қайғыға салыну, не бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер. Естігенде бір нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені көргенде не естігенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдерінен қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, не қайғыға салыну, не бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұғын нәрселер.